Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында жеке кәсіпкер балабақша ашты. Бұл мемлекет пен жеке меншік әріптестігі аясында жүзеге асқан 13-ші білім беру мекемесі. Осындай негізде биыл тағы 5 балабақша ел игілігіне берілмек. Жан-жақты тиімді жобаға іскер азаматтар жаппай ат салысуда дейді жергілікті атқамінерлер. Толығырақ осы облыстағы тілшіміз Болат Көгенайұлы әңгімелейді. Жаңа балабақшаның тұсауын 83 жастағы кейуана, еңбек ардагері Фаузия әжей қиды. Мұнда үлкен мән жатыр. Еңбек елге сіңген ардақтана Ақсуатта 1938 жылы ашылған ең алғашқы балабақшаның түлегі. Әлді баладан, тауып алдым даладан. Балабақшасына мен 1938 жылы бардым. Аудан құрылғаннан кейін 2 жылдан кейін ашылды. 4 киіз үйді құрып, сол араға балаларды жиыстырып, осы қуанышқа бөліп, біреуіне тамақ істесе, біреуіне столовой тамақ ішкізеді, біреуіне ұлдарды жатқызады, бір киіз үйге қыздарды. Енді қазір міне өте дамыған заман, еркіндік, әркім өзінің қабілетіне қарай детсад ашып жатыр. Өкімет те көңіл бөліп жатыр. Өкімет дейтіміз әкімшілік қой, президентіміз. Барлық талаптарға сай жаңа ғимаратты жас кәсіпкер Олжас Қализада 1 жылға жеткізбей тұрғызыпты. Мемлекет пен жеке меншік әріптестік жобасы өте тиімді дүние деп есептейді ол. Елбасымыздың қолдауы бойынша балапан бағдарламасымен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл балабақшада 20 адамдай жұмыс беріп отыр. 70 балаға арналған. Зданияны жаңағы кәсіпкер салатта, айлығын, жылуын, жаңағы электр энергиясын мемлекет төлейді. Соның арқасында біз 13 балабақша аштық. Енді былтырғы жылы біз жаңадан 2 балабақша салдық, тағы да қосымша. Сонда 15 болды. Енді биылғы жылы біз 5 балабақша тағы салайын деп жатырмыз. Оның бәрі жеке меншік мемлекеттік әріптестіктің арқасында. Ақбота балабақшасында бүлдіршіндер 3 тілде тәлім тәрбие алады. Сапалы білім, дәмді тағамдар, жан-жақты қамқорлық жас өркеннің еліміздің ертеңгі тірегін айналу үшін кепіл болмақ. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданынан.